Ассалаумағалейкум, жалпы менің каналымның оқырмандары. Бүгін біз YouTube'тан ақша табуды үйренеміз. Мұнда қазақ YouTube әлемінде YouTube'тан нақтылы қалай ақша табу күні бүгінге дейін ешкім салған жоқ. Мүмкін бар, бірақ олар тек қана назария сөйлеген. Ешқандай әмелият жоқ, қалай ақша табу оны көрсетпеген. Өйткені қазақ YouTube блогерлері өзіне бәсекелес болудың басқалардың осы YouTube'тан ақша табуын қаламайды, қызғаншақтық сезім бар. Сондықтан біз бүгін елдердің ақылы шығарып жүрген, я болмаса мүлдем басқаларға үйреткісі келмей жүрген білімін сіздермен тегін бөлісетін боламыз. Ең бірінші біздің каналға кіріп міндетті түрде жазылуыңыз керек. Бірінші қадам youtube.com одан кейін талант kz деген домен міне бірінші көрсетілген, осыны басамыз. Басқан кезде мына жерде сізде YouTube ашылады. Мына жерде қызыл тетік тұрады, жазылу деп. Мына 9081-дің жанында жазылу деген тұрады. Сол қызылды басасыз. Басқаннан кейін Chrome деген браузер болады өзіңізде. Соған кіреміз. Мына жерде басқа тетіктер тұр. Бұның бәрін сіздерге оңай болу үшін тазалап тастайын. Мына жерге YouTube менде бұрыннан дайын тұр, міне талант kz деп жазсақ шығады. Өте қарапайым, оңай үйретеміз сіздерге. YouTube'тың тілі Қытай тілінде тұр. Қазір оны қазақ тіліне өзгертейін. Қазақ тілімен жұмыс жасаймыз. Қазақ тілі. Тағы бір жайтты айтпай кетпейін сіздерге. Менде компьютер нұсқа ашылып тұр, сіздерде мүмкін телефон нұсқа ашылып кетеді. Мобил нұсқа басында сіздердікі. YouTube қосымшасы бар болғандықтан YouTube негізінде ашылып тұр. Сіздерде бұл былай шығып тұрады. YouTube қайта ашылып тұр. Бұған мән бермей ақ қойыңыздар. Болды, мына жерден үйрете салайын. Мына жерде Desktop деген сайт деп тұр. Соны басып қоясыздар, соған тура қойып қоясыздар. Мына жерде міне. Бұл сайтты компьютер нұсқасында ашу. Яғни менікі ұқсап ашылатын болады сайтыңыз. Компьютер нұсқа ашылған соң міне қазақша болды, міне. Енді біз бұны YouTube'тан ақша табу тетігін ашу үшін бізде талаптар болу керек. Мысалы, 1000 оқырман жазылу керек сіздің. 12 айдағы көрінісіңіз 4000-нан асу керек. Содан кейін каналымыздың оң жағында суретті басамыз. Мына жерде шеберлер студиясы дегенді басамыз. Мына жерде мынау телефон нұсқасында ашылды. Енді көріңіздер, оны компьютер нұсқасында ашу үшін мына жерде Desktop сайт дегенді басамыз. Не болмаса мына жерде ең астында тұрған 2020 Google деп тұр ғой, соның үстінде жұмыс үстелі дегенді бассақ та болады. Не бұлай ашылды. Енді мына жерде қолыңыздың сол жағына қарасаңыз бірлестік деген бар, оның астында арна деп тұр. Сол жерде басамыз арна дегенді.
мына жерде мысалы маған осы ютубтағы нөміріме қарай, яғни белсенділігіме қарай көптеген тетіктерді ашып берген. Енді бұның ішінде ақша табатын тетікті бірден айтайын сіздерге. Мына жерде екінші орында тұрған монетизация деген осы. Бұны енді қазақша баламасы жоқ, әйтеуір орысша аударған екен, мен де түсінбедім бұл терминді. Бірақ бұдан қалай ақша табуға болады, қазір көрсетейін сіздерге. Толығырақ дегенді басамыз. Бұл жерде мыналардың бәрін орысша шығарады, қарап отырсаңыздар. Енді көбіміз орысша түсінбеуіміз мүмкін. Бұны қазақ тіліне өзгертуге болады. Мына жердегі тетікті басамыз, транслейт дегенді бассаңыздар, аяқ жағына пайда болады осылай. Біз қазақ дегенді басамыз. Бұл серіктестік бағдарламаны қатысуға мүмкіндерге арналған ақпарат дейді. Мысалы, бұда жарнамаларды көрсету арқылы ақша табуға болады. YouTube серіктес бағдарламасы мүшелері, егер ол өз белгілерімен монетизацияға келсе, ол ережелерді мен қатар бағдарламаларды өзімен де орналастыру керек. Серіктестік бағдарлама жұмыс істейтін елдерде немесе аймақта болуыңыз керек дейді. Біздің елде де жұмыс жасайды бұл. Соңғы 12 айда арнаңызға 4000 сағаттан астам уақыт қаралу керек дейді. Сізде 1000-нан астам жазушы болу керек дейді. Енді 1000 адам көбімізде бар. Бұл талаптар бізде дайын деуге болады. 12 айдың ішінде енді 4000 сағат көрілім жинау қиын емес. Осы жерден мынаны іске қосу деген тетікті басамыз. Бұны басқаннан кейін бір ай ішінде сізге өтінішіңізді YouTube қарайды. Сосын осы жерде тетіктер пайда болады. Мына жерде ақша табу тетіктер пайда болады. Және бір екінші жол Google жарнамасы арқылы ақша табуға болады. AdSense деген осы арқылы ақша табуға болады. Мен бұл сілтемелердің бәрін осы видеоның астына тастайтын боламын. Осы сілтемелер арқылы тіке өтуге болады. Мына екінші сілтеме. Бұның бәрі қарап отырсаңыздар, не ағылшын тілінде, не орыс тілінде болады. Мен ешқандай бір өтірік бірдеңелерді құрастырып отқан жоқпын. Қарасаңыздар, Google-дің өзінің оригинал сайттары. Енді қараңыз, мына жерде тілдердің қатарында қазақша жоқ, бұның ішінде бір 10 шақты ғана тіл бар, орысша бар. Енді орысша түсінсеңіздер орысша, орысшада, ағылшыншада түсінбесеңіздер, бұны қазақшаға өзгертуге болады. Жаңа айттым, транслейт арқылы. Міне Google AdSense өте керемет. 2 миллионға таяу адам істетіп отыр дейді. Өз сайтыңыздан ақша табыңыз дейді. Миллиондаған жарнама берушілердің жарнама кеңістігі үшін жарысады. Бұл көп ақша, тиісті жарнамалар және көбірек жарнамалық кеңістер толтырылғанын білдіреді дейді. Мына жерде қанша ақша табатынын Азия елдерін есептейік мына жерде. Мына жердегі тетіктер аудармада тұрғандықтан істемейді. Оны ағылшынға қояйық та, мына жерде аумақты талдаңыз дейді. Азия, міне. Қандай санаттар дейді. Біз электрониканы талдай салайық.
Мына жерде компьютер электр. Енді есептеп көрейік. Жылдық табыс. 50 мың оқырман болса, міне 5 мың қанша доллар. 100 мың оқырманы бардар қалай екен? 100 мың оқырмандары бардар, міне осы орша табыстар табады, міне 115.452 доллар. Сұмдық енді. Осылай кете береді. $10 миллион оқырманы бардарды қараңыз, міне қаншама. Біздегі мысалы жұлдыздар 2 миллион оқырманы бардар, міне осы орша. 249 мың доллар табады. Сіздерде осындай табыстауға болады. Ал енді бастап кетейік. Жұмысты бастаңыз дейді. Жұмысты бастаңыз дегенде басамыз. Мына жердерге веб-сайт, яғни сайттың сілтемесін тастаңыз дейді. Бұл жерге өздеріңіздің YouTube адрес тастайсыздар. Менде мысалға YouTube тастадым. Мына жерге электрон поштамызды тастаймыз. Мына жерге басқа почта тастасам да болады, бұл тіркеліп кеткен. Мына біреуді тастайын. Енді мына жерде қазақша аударып тастандықтан жаңағы тетіктер істемей қалады. Қайта орысшаға дейміз. Түсініп алдық. Мына жердегі сөз мен осы келісімшарттармен қосыламын, маған осы AdSense жайында тиімді ақпарларды маған жіберіп отыр деген сөз екен. Дейміз, мына жерде сақтау дегенді басамыз. Міне тағы да шықты. Қазақша аударып жіберейік, не деп тұр екен. Сіздің сайтыңыз дейді. Сізді тезірек аяқтау үшін YouTube сайтына өтіңіз дейді. Қызметтерді жалғастыру дейді. Қызметтерді жалғастыру дегенді басып саламыз. Болды, міне өтінішіңіз аяқтады. Енді бір ай көлемінде сіздің өтінішіңізді мақұлдайды. Және осы тесттен өткеннен кейін мына жерде бүкіл YouTube'дан қалай ақша табуға тиісті мағлұматтардың бәрі осы арнада тұр. Қандай мазмұн ақша табуға болады, ақша табу жолын таңдаңыз, міне бәрі бар. Жалықпасаңыз осыны көріп отырып, тағы жалғас істесеңіз тек қана жаңағы 2 тәсіл емес, басқа да көптеген тәсілдер бар. Мысалы, YouTube'да комментарий жазып ақша табуға болады. Одан кейін видео көріп те ақша табуға болады. Суперчат деген сол сияқтар бар. Өте көп жолдар. Міне YouTube'дан қалай ақша табуға болады, көрсете кетейін. Білуге болатын бірнеше нәрсе дейді. Сіз YouTube'дан не құруға болады туралы айтпаймыз, бірақ біздің көрермендеріміз, авторларымыз және жарнамалар берушілер дұрыс істеуге міндеттіміз дейді. Егер сіз YouTube'да серіктес бағдарламасында болсаңыз, онда сіз YouTube арқылы ақша таба аласыз. Ол себепті біз сізді жоғары деңгейде көтереміз дейді. Міне ақша табудың мына жерде үлкен тәсілдерін айта кетейін. Жарнамадан түсетін түсім дейді. Дисплейден қабаттасуға және бейне жарнамалардан түсетін табыс. Мұнда YouTube'дан бір видеолар көргенде бір 10 секунд, 20 секунд шығатын жарнамалар бар, соны айтып отыр. Ал екіншісі арнаға мүшелік дейді. Сіздің мүшелеріңіз сіз ұсынған арнайы төлемдерді орнына ай сайынғы төлемдер жасайды дейді. Бұл енді өзіңіз бір курс бірдеңе ұйымдастырсаңыз соны айтып отыр мүмкін. Екіншісі тауар сөресі дейді. Сіздің жанкүйерлеріңіз сізді қарау беттеріңізде көрсетілетін ресми фирмалық тауарларды қарап сатып алу. Бұл YouTube'дың сол видеоның ең астында тұратын
сайтпен өтетін сілтемені айтып отыр. Оған да бөлек төлемдер жүреді. Екіншісі суперчат және супер скитерлер дейді. Бұл енді бағдарламалау бөлігі. Бұл енді біздің елде жұмыс жасамауы да мүмкін, жұмыс жасауы да мүмкін. Бірақ суперчаттың табысы мыналардан көбірек болуы мүмкін. Енді YouTube премиум деген бағдарлама дейді. Бұл YouTube'тағы видеоларды жүктеп алуға және жарнамасыз көруге арналған YouTube'тың үлкен табыс көзі бұл. Смарт теледидарда осындай тетіктерді ашады, ай сайын 4.000 теңге ма 5.000 теңге көлемінде YouTube қолданушылар төлейді. Сіздің бейнелер, сіздің YouTube каналдағы видеолардың сапалы осылар көретін болса, мүмкін бұдан да сізге ақша түседі. Негізі үлкен мүмкіндік осы 5 мүмкіндік. Барлық жолдарын түсіндіріп өттім негізі. Ары қарай мен істеген бойынша жұмыс жасасаңыз болды. Сізге өтініштер 1 айдың ішінде қаралады. Ары қарай өзіңіздің YouTube каналда жаңа тетік пайда болады. Сол жерден табысыңызды көретін боласыз.